алғашқы сый-сияпатымызды бүгін бізде той болады, қуаныш болады деп қуанышымызға асығып келіп отқан жандарға табыс еткіміз келіп отыр. Яғни Самұрық мейрамханасына ерте келген, келіп той кесі күткен, тамада музыканы күткен қонақтарымыз болса, ортаға шақырамын, адам санында шек жоқ, бар ма? Есіміңіз? Мейрамгүл ханым, сіз бұл сәулетке кім болып келесіз? Құдағай. Мейрамгүл Құдағай, жалпы бүгінгі той нешеге шақырылды? 12-ге шақырылды. Сіз асығып ресторанға нешеге келдіңіз? 11-де келдіңіз. Тамаша Құдағай, тамаша. Құдағай, қазір бұлай болады. Біз ерте келген қонақтың ішінен бірінші келген қонаққа подарка береміз. Әзірше сіз бірінші орында тұрсыз. Келістік қой. Тамаша. Есіміңіз? Балзан. Балзан ханым, бүгінгі той 12-ге шақырылды. Сіз асығып ресторанға нешеде келдіңіз? 12-ге 15 қалғанда. Реніш болмасын, реніш болмасын, мен сізге утешительный подарок беріп жүрейін, мен сіздің жасыңыз сыйлап. Мына қасыңызда келген Құдағай 11-де келіпті. Еп-ерте келіпті сол. Еп-ерте келген, молодец Құдағай. Есіміңіз? Мен Аймағамбет қызы Сәулешпін. Сіздің қазақ аруына қатысып жатқандай таныстырдыңыз. Мен Аймағамбет. Тамаша. Аймағамбетова ханым, бүгінгі той 12-ге шақырды. Сіз асығып ресторанға нешеде келдіңіз? Мен 10-жарымда келдім. Балаларға айтып көрейік, ертелік тұрып, ертелік апартсаңдар деп. 10-жарымда келді. Есіміңіз? Слава ханым. Сіз бүгінгі той 12-ге шақырды. Ресторанға асығып нешеде келдіңіз? 11-жарымда. Мен сіздің елмен. Жасыңыз сыйлайым, жолыңыз сыйлап, утешительный подарок беріп жүрейін. Мен сіз дастарханның басына шақырамын. Бұл кісі 10-жарымда келді. Жата алмады түнімен, ертең той болады деп. Ертемен тұрып та тек шығып кетті. Есіміңіз? Сағила ханым, қашар берген үшін сразу подарка беремін сізге. Это за қашар. Нешеде? 11-ге 20 қалғанда келді. 11-ге 20, бұл кісі 10-жарымда. На 10 минут опоздали. На 10 минут опоздали. Жоқ, сіз жеңіп тұрсыз, әлі бірінші орында тұрсыз. Есіміңіз аға? Саржан. Аға, бүгінгі той 12-ге шақырды. Сіз асығып ресторанға нешеде келдіңіз? 12:00. 12:00. Аға, 12:00 ғана айт қазір. 12 ғана айт қазір. Хотя бы кеше келдім деп айтуым керек еді. Ой, кеше. Еркін аға, 12-ге шақырдық бүгінгі тойды. Сіз нешеде келдіңіз? 25 қалғанда келдім. Мына кісі 11-ге 25 қалды. 5 минут кешіп қалдыңыз ба? Неге ашып өтіп өзі бітейді қарап тұрсың? Мен сізге утешительный подарок беріп жүрейін. Сіздің құрметті, тамаша, рахмет. Құрметті тойшыға, міне, бүгін той болады, әзіркемнің ұзатылуы болады деп. Сағат 12-ге шақырылған қонақтыққа, сағат 10-жарымда келген алғашқы қонағымыз бар. Но сізге той иесінің атынан сый-сияпатымыз. Шаңырағыңызда той болсын, сіз секілді барлығы кешікпей келсін. Тойыңыз той болсын, Құдай қуат берсін. Самый первый гость получает самый первый приз. Молодец. Тамаша, жалғастырамыз, құрметті тойшыға. Біз ендігі сый-сияпатты осы тойға қатысып отырған тойшығының арасынан көп балалы аналарға табыс еткіміз келіп отыр. Бар ма? Многодетные мамы, алтын құрсақты аналарым, жәннаттар болса, ортаға шақырам, келіңіздер, сый-сияпатқа ие болыңыздар. Бар ма? 3 бала, 4 бала, 5 бала дүниеге әкелген аналар болса, ортаға шығыңыздар. Собирайте призы. Многодетные мамы. Құрметті тойшығам, сіздердің алдыңызда шығып тұрған жандар, расымен де бір қолымен бесік, бір қолымен әлем тербетіп жүрген жандар. Қазақ санын көбейтіп жүрген аналарымызға бесплатный шоколад қат тұрмысын ағайын. Жаңадан келген құдажасы қоясыздар. Құдағай боласыз, қош келдіңіз, бұл сізге. Енді біз Қазақстанда тұрамыз, өзіңізге белгілі. Сіз өзіңіз құдағайсыз, құдажасыз. Біздің Қазақстанда коррупцияға жол жоқ деп айтамыз постоянно. Сондықтан осыге заранее беріп қойып атқаным, что той иелері маған ренжіп қалмасын. Есіміңіз? Осылай шықпасын, құлағымасын былай беріңіз. Есіміңіз? Шарбану ханым, сіз неше баланың анасы? 4 баланың анасы Шарбану. Есіміңіз? Тасу ханым, сіз неше баланың анасы? Шарбану, жассың ғой, я. Ерілса, 1-2 жылдан кейін қазір вариант болмай қалады. Чуть-чуть подхватила, 5 баланың анасы бар. Тамаша. Есіміңіз? Эльмира ханым, сіз неше баланың анасы? 4. Эльмира ханым, есімің жасыңыз сыйлайын, құрдастық, жолдастықтарыңыз сыйлайын. Где-то что-то пропустили, да? Жастар бар, 5 баланың анасы. Не моя вина, жолдастықтан көріңіз. Есіміңіз?
Тамаша. Алма ханым, сіз неше баланың анасы? 4 бала, 5 немере. 4 бала, 5 немере. Тамаша, молодец. Такая молодая бабушка. Вообще молодец. Енді Алма ханым, мына жерде былай ғой. Әркім өз еңбегімен деп жатырмыз енді. Келіндерді саналмайды. Әркім өз еңбегімен, сондықтан утешительный подарок, өте жап-жас әжесіз осы қабылыңыздар. Мына жерде өз еңбегімен 5 баланың анасы. Есіміңіз? Гаухар ханым, сіз неше баланың анасы? 4. Гаухар, ты еще молодая, пожалуйста. Қай жерде отырсың? Утешительный не намекай, ты еще очень молодая. Тамаша. Есіміңіз? Сауле ханым, сіз неше баланың анасы? 5-і 5-сін 48 жаста дүние қалды. 5-і 5-сін 48 жаста? Сізде де 5 бала келесіз. 5 бала болсын. 40 құтты болсын? Ой, молодец! 5 бала 5-ші 48 деді. 48 жасыңыз. Қазір неше білесіз? Қызын жазды сұрамадыңыз. Қазір 65 деймін. Шөбереңіз. Шөбереңізді қасында тағы бір бала шауып жүрмес пе екен? Әдемі қатын екенсің. Тамаша, мынау сіздің құрметіңізге қабыл алыңыз. Мынау сіздің құрметіңіз. Ажал, бірдей қылып берейінші, көп балалы аналарға бірдей қылып берейінші, сіздің құрметіңізге 5 бала, мынау сіздің құрметіңізге. Тамаша. Кетпеңіздер. Құрметті шоғым, сіздердің алдарыңызда 5 баланың аналары тұр. Алла разы болсын сіздерге. Құдай қуат берсін. Қандай тамаша, қараңыздаршы, аптада 7 күн болса, соның 5-іне перзент дүниеге әкелген екенсіз. Әрбіреуіне 1 күннен қыдырып шықсаңыз, плюс солардан суббота воскресенье демаласыздар. Бір аптаның қалай өтіп шыққанын байқамайсыздар. Сол балдардың арқасында ғұмырлы болыңыздар. Нере шөпшек, немененің қолына су ішуге Алла нәсіп етсін сіздерге. Осы жерде 5 баланың әкелері бар ма? Қайда? 5 баланың әкелері орындарына тұрып қойыңыздаршы, 5 баланың әкелері. Міне, қайда? Ахай! Не ана қырықбайдың папасы көзін қарашы, қып-қызыл жанып тұр. Көп күшті отыр. Тамаша, Алла разы болсын. Дастарханымызды шақырам, құрмет қошеметтеріңіз ерекше болсын. Ендігі сый-сияпатты осы қатысып отқан өздерінің жолдастарының азаматтығын сыйлай білетін, ата ене құрметтей білетін, солардың разылығы үшін таңертең тұрып шай беретін келіндердің құрметіне табыс еткіміз келіп отыр. Бар ма ондай келіндер? Ата енесімен бірге тұрып шай беретін келіндер сый-сияпатқа ие болыңыздар. Есть такие? Келіндер! Стоп. Анау кімнің енесі айқайлап отқан? Шықшы, жағын шығарады үйге барасың. Құлқылауы орында тұр, шықпа деді. Сіз отбасаңызшы, өтіп салама кісілерді. Сізден бастай, сіздің енеңіз бар, мамаңыз бар, айқайлап шығару, шықпа чөзген. Сондықтан, сізді соңына алып қалайын бәрді. Өзіңіз, не істеп тұр. Өзіңіз, 5 баланың мамасы ғой өзіңіз. Есіміңіз? Құралай ханым, өзіңізден бастап жатырмыз. Құралай ханым, сіз ата-енеңізбен бірге тұрып жатқаныңызға қанша жыл болды? 22 жыл. 22 жыл болды. Қандай тамаша, қандай әдемі. Мына сол 22 жылдың ішінде сол кісілердің ғұмырлы болып жүргені мен сіздің жақсылығыңыз деп білемін. Сол 22 жылдың ішінде өзіңіз де келін түсірген шығарсыз. Бұйыртса түсірейін деп тұрсыз. Тамаша, өте әдемі отбасы болайын деп тұрсыздар. Ал осы 22 жылдың ішінде ата-енеңіз сыйлап таңғы шай нешеде ішіп жатсыздар? 6-да. 6-да тұрып шай береді. Аналар потеря болып қалды уже. Қол-аяқтары дірілдеп, ойбай. Ерте тұрған сәттегі естеріне түспейді. Нешеде тұрып? 6-да. Соңғы кездері 9-да. Соңғы кезде 9-да? 22 жыл болды, ата-енеммен қазір подружкамын енеммен. Кейде енем береді, кейде мен берем деп жүрсің. Енді дау ортасылар тоқталайық мына арулардың алдында не істемек? Неше дейміз? 6 дейміз ба, 9 дейміз ба? 8. Там қазір шығып кетіп жатсаңыз ренжіп болып қалмайсың. Үлкенді жау. 6 деп жатыр. Қайсында тоқтаймыз? Өзіңіздің қолыңызда бәрі? 6. Болды. 6-да тұрып шай береді. 22 жылдық стажы бар. Былай қайнесе 20-шы ғасырдың келіні негізі былай қарап тұрса. Тамаша, 6-да. Есіміңіз? Алия деген сен Алия. Алия, ата-енеңізбен бірге тұрып жатқаныңызға қанша жыл болды? Бұйырса 3 жыл болады. Бұйырса 3 күн санап жүрсің, аманшылық қой тұрып? Бұйырса 3 жыл болады, так, содан кейін 4 жыл болады. Күн санап жүрсің ғой бәрі. Осы 3 жылдың ішінде ата-енеңіз сыйлап таңғы шайды нешеде ішіп жатсыздар? 8-де.
ты еще молодая, мына кісі алтыда тұрады екен, ренжіп болмасын, мен сізді дастарханның басына шақырамын. Тамаша, мен сізге сразу подарок беріп қояйын, жаныңызда аман қалсын. Жоқ, мә кете беремеңіз подарком. Әлияң жеңдіп, самый главный дейсің. Есіміңіз? Салтанат. Салтанат, сіз Әлияның абысынысыз ба? Жоқ. Қалай тумасыз? Жеңгесімін. Әлияң жеңгесісің ба? Енді сұрайық енді, жеңгесі негізі тәрбие береді ғой негізі қайын сіңілдеріне. Ерте тұрып, барған жерінде құрметтен. Сұрайық енді, жеңгесі нешеде тұрады екен? Нешеде? 7-те тұрамын. 7-те тұрады? Әлияңдан 1 сағат ерте тұрамын шеш. Самый главный іште алай. Ес, Әлияң жеңгем самый. Ренж болмасын, мына кісі алтыда тұрады екен. Мен сізді дастарханның басына шақырамын. Есіміңіз? Айгүл. Айгүл ханым. Айгүл ханым, сіздің жүзіңізге қарасам, сізге вообще ұйықтамағанына сияқты қарап тұрсың маған. Мен келін болып түскелі көзім келген жоқ, ана қысы маған көріп түсті. Ата-енеңізбен бірге тұрысқаныңызға қанша жыл болды? 20 жыл. 20 жыл болды. О, тамаша, айтпайсыз 20 жыл. Почти құрдас замандас. Осы 20 жылдың ішінде ата-енеңіз сыйлап, таңғы шайды нешеде іштіңіз, мына кісіні қарап қойыңыз, 22 жыл бұрын келін болып түскен. Ол кісі қазір өздеріңіз білесіз ғой, шамалы замандассыздар 20 жыл. Қазірде сіз тұрмай қалады шығарсыз, я не знаю же. Осы бір ерте тұрған кезіңізді бір еске түсіріп, бір 20 жылдықтардың 20-шы ғасырдың келіндердің қайсысы мықты екенін осы жерде байқаймыз. Нешеде тұрып шай бердіңіз? Ой, басында бір 8-де тұрып шай бердім. Қазір 10-да тұрамыз. Сен бірден ұйқыдан жіберген екенсің. Кіріп кет, мен ұйықтаймын, кеше ұзатудан кейін шаршаптым мен. Сразу. Ренж болмасын, мен сіздің стажыңыз сыйлап, утешительный подарок беріп жіберейін. Сізге көп рахмет, дастарханның басына. Есіміңіз? Сабина. Сабина, құдай жаным. Келін болып түскеніңізге қанша жыл болды? Жаңа түскен келінмін, 7 ай болды. Көріп тұрмын, Сабина 7 ай болды, міне бос тұрғаным, бос тұрсын енді. Үйдің де естіп тұрамын, ойшыққан. Осы 7 айдың ішінде, мен Сабина жаным, мына жерде негізі супер келін деген номинация ғой, просто имейте в виду. Можете вспомнить тот момент, вот 7 ай бұрын үйге келін болып түсіп, не болды? Потерянный күн болады ғой, бірінші күні. Я ұйықтарымды, я ұйықтамасымды білмеймін. Ұйықтап қалсам, ұйықтап қалам ба деп переживать етіп. Сол кезде бір ерте тұрған сәтіңіз нешеде болды? 6-да тұрып шай беріп, 7-де жұмысқа кетем. 6-да. 6-ға чуть-чуть жетпей тұрған күнің болды ма? Болды. Нешеде тұрды? 6-ға 1 минут қағыңыз тұрып кетмеші. 6-ға 15 қалғанда. 6-ға 15 қалған тұрған күніңіз болды ма жалпы өзіңіз? Өтірік айтпай ақ қойын, есімде жоқ. Мен сол бір рет тұрдым, 6-да жүйесі оны айтып тұрмын. Енді жастың аты жас қой, жастарға берейік, мен сізге утешительный подарок беріп жүрейін, сіздің құрметіңізге 6-ға 15 қалғыңыз тұрған жас келін, бірден ренжіп. Ал, тамаша. Ана жерде білесіз ғой, крыша. Там Саша Белый сидит, так сказать. Что-то не так пойдет? Ертеңнен бастап наказание болады прям. Так, стоп, мынау дейсіз? Бірге тұрмаймын. Маған проблема айтпа. Маған конкрет сұраққа жауап беріңіз. Ата-енеңізбен қанша жыл бірге тұрдыңыз? 3 жыл бірге тұрдыңыз. Осы 3 жылдың ішінде ата-енеңіз сыйлап таңғы шайды нешеде іштіңіз? 6. 6-ға 15 минут. Потом мама айтты, өзі тұрмай-ақ. Мама айтты, сосын мама айтты, құрсы көкем айналай сен тұрмай-ақ қойшы, өзім әбетке ұйықтайды адам. Сәреңді алып қағарчым, шұрыштасын, қайда былай жүр. Құрсын ұйықтайықшы, құрсын. Бірінші күн тұрған ғой, алып басын айтқан ғой, ұрыстап, сен жүре бермеші былай да былай, ұйықтап атқан жоқ қызым. Тамаша, мынау утешительный подарок, тамаша, дастарханның басына жағып, құрметті тойшыбам, сіздердің алдарыңызда. Мына 7 ай болған, жаңадан түскен келін, ата-енесін құрметтеп, жолдасын құрметтеп, таңғы 6-та тұрып, шайын беріп, таңғы 7-те жұмысына барып жүрген бір әулеттің тамаша келіні, құрмет қошеметтеріңіз ерекше болсын. Тамаша, молодец. Бұның барлығы сіздер үшін. Қолдан келсе, қуанышқа кешікпеңіздер. Асығып барыңыздар, қуаныштарыңыз көп болады. Көп балалы әке мен ана атаңыздар. Назеркежан, қолыңыздан келсе, барған жеріңізді сыйлап, таңертең ерте тұрып шай беруге тырысыңыз. Себебі өмір деген алма кезек, өзіңізді келдіңіз солай құрметтейтін болады. Көтеріп жатқан шаңырақтарыңыз шайқалмасын, махаббаттарыңыз мәңгілік болсын, жастар бақытты болсын деп, жастар үшін бір қошеметтеп шапалақтап қояйық.